Армысыздар, қадірлі көрермен, Евразия бірінші арнасында Тамада батл. Біз бастаймыз! Тойды қазынаға балап, қуанышымызды жақындарымызбен бөлісуге құмар халықпыз. Ал сол тойдың мәнді де сәнді өтуі әрине, асабадан екені сөзсіз. Бағдарламамыздың мақсаты да сол, тойларыңызды жоғары деңгейде өткізетін асаба тауып беруге көмектесу. Тамада батл, той қуаныш сізден, асаба бізден. Бүгін студиямызға жақын арада ұлын үйлендіріп, қазыналы той жасағалы жатқан Махаббат ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Махаббат ханым, сізбен жақынырақ таныспастан бұрын кішігірім сюжетке назар аударайық. Біздің отбасымызда ең тұңғыш ұлым үйленейін деп жатыр. Сол ұлымның тойына ресторан іздеп келгенбіз. Ұлымның жасы 25-те, аты Бауыржан. Казгудың мехматын өз маман бойынша программист. Алатын келініміз Шымкенттен қуанышты жаңалыға келіп, тойдың дайындығымен жүрміз. Тұңғыш қуанышымыз болғаннан кейін атасы мен апасы бар. Сол кісілердің алдында тойды жақсылап атқарайық деп ойлаймыз. Біріншіден құдаларды жақсы қарсы алып, таңдаған ресторанымыз, тамағы бәрі дұрыс болса екен деймін. Тамадамыз жақсы болса екен дейміз. Елдің есінде қалатындай бір тамаша қып той өткізгіміз келеді. Тамада батл бағдарламасына қатысып, бір жақсы асаба тауып, тойымызды жақсы деңгейде өткізіп беретінін үміттенемін. Асаба осы заманға сәйкес келетіндей конкурстарыменен, әндеріменен, ойындарда жалықтырмайды өткізсе, соны талап етемін. Рахмет. Махаббат ханым, талабыңызды түсіндім. Енді бүгін сіз жалғыз емес, көмекшілеріңізбен келген екенсіз, таныстырып өтсеңіз. Үлкен қайнапкем Алтын тәте, келінім Лаура. Менімен қош келдіңіздер студиямызға. Бүгін сіздерге ең үздік асабаны тауып беруге көмектесетін бағдарламамыздың тұрақты сарапшылары бар. Таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Елімізге белгілі актер, мықты композитор Қадырғали Көбентай ағам. Тамаша сатирик, белгілі актер Асқар Наймантаев ағамыз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Көңіл күйіміз жақсы ғой. Дайынбыз ғой. Ендеше бастайық. Біздің бірінші қатысушымыз кім болды екен? Алдымен сюжетке назар аударайық. Тойды мен жаңағы салиқалы салмақты түрге басқарғанды жақсы көремін. Өйткені той тәрбие мектебі дейді. Бүгін не сол тәрбиемен бастауға тойдағы 150 адамның ішіндегі бір-екеуі болса да сол тойдан тәрбие алып кетсе екен деп ойлаймын. Дәл осындай көңіл күймен достар, біздің бірінші қатысушымызды Алматы облысының асабасы Сырым Талғатұлын қарсылайық. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі қуаныш тойларыңызды басқаратын орақ тілді, от ауызды азулы, арғымақ асабаларыңыз алдарыңызда. Қарсы алыңыздар. Бәрекелді, сәлем сөздің анасы деп өздеріңізбен амандасып алайын. Армысың атана қариялар, елімнің шежіресі дариялар. Армысың аға жеңге берестерім, ақылым маған берген кеңестерін. Ол өнерді бастаған бала деген, қиындықтан қашпаған дана деген. Өз ұлын дана қылған, пана қылған, асыл елім, ассалаумағалейкум. Біз қазақ той десе елеңдейтін, той басталын өзіміз бөгілмейтін, жөн шығар тойларыңызды бастауға, әннен жырдан жыр шашуын тастауға, ал ағайын қол соғып қошеметтеп, рұқсат ет, Молбаевтар өлетіндегі тойды бастауға деп бір ду қол шапалақ соғып қояйық. Ей тәккапар дүние, мағанда бір қарашы, біле білсең сен мені, мен қазақтың баласы. Санаймын мен өзімді, ұлы жүздің, Албан елдің баласы деп алдарыңызда асабалық қызмет көрсететін ұлдарыңыз Сырым Талғатұлы. Бүгінгі мынау Молбаевтар өлетінде қуаныш сіздерге жұғысты болсын деген ниеттен қуанышым деген әнді тартып өтейін. Қабыл алыңыздар, тамашалаңыздар құрметті ағайын. Әлеміміз кеше бәрінге боянғанда, аялаған сезім жүрегімді терлеп оянғанда, іңкәр көңілім асып тасып арнадан асқанда, шаттық нұрын сепкен бақыт гүлін екен өзім оянманға.
Сарапшылар, енді сырымның байқауынша өз-өзін таныстырды, одан кейін бірден екінші кезеңге өтіп, өнерінде бізге көрсетіп тастады. Баға берсеңіздер, Асқар аға. Жақсы, содан кейін бір ізденіс көрініп тұр, амандасқанның өзінде де біздің бірнеше ақынның өлеңдерінен құрастырып, соның ар жағын өзіне айландырып алып, Қадыр ағамыз да жүр ішінде. Онысы әрі қысқа, әрі нұсқа дұрыс болды енді. Ар жағынан өнерін бірден көрсетіп кеткенде жақсы екен. Әйтеуір ол да тіпті тойында үлесті бастайтын болса, өзін мына көпшілікті өзіне қаратып алу ғой, бірден өзіне баурап алу деген. Тек қысылып, осы бір сәл бір нәрсеңді ашпай, ана түймелеп алған костюм түймесі сияқты ар жағын әлі түймелеп тұрмын. Ашылу керек, шешілу керек кішкене. Жарайды. Енді Асқар ағам сырымның бойында сенімсіздік бар деп жатыр. Қадырғали аға, сіз қалай қарайсыз? Мен жақсы қараймын. Ән айтқаны маған ұнады. Енді таныстыруда өте жақсы негізі. Бәрі тамаша, орында, өте бір инноватлық көрініп тұрады. Мүмкін ол қысылған сияқты болып көрінетін шығар, мүмкін бар да шығар енді. Кішкене қысылып тұрған. Дегенмен мәдениетті деп өзім қабылдадым. Рахмет. Махаббат ханым, сізге ұнады ма сырымның таныстыруы, өз-өзін ұстауы? Бәрі жаңа шығуы, өзін таныстырғаны бәрі ұнады. Мүмкін тойда қатырамын деп тұрған шығар. Махаббат ханымның көмекшілері сіздерге ұнады ма? Алтын ханым. Тамада бала сырым ұнады бізге. Өлеңің қандай керемет, өлең өте жақсы, қатты ұнады. Өзі де бойы да, ойы да бәрі ойдағыдай шықты. Жақсы тамада болады деген ойдамын. Рахмет. Ұнады. Таныстыруы, өзін-өзі ұстану, мәдениеттілігі. Рахмет. Енді сырым байқап отырмыз. Жаман пікір жоқ, барлығына ұнадың. Енді біздің үшінші кезең халықты ойынға шақыру, тойдың көңіл күйін көтеру деген сияқты. Қандай ойын бар? Мынау енді қазағымыздың мынау төріміздегі бүгінгі той болғаннан кейін сол тойдың сәні асаба деп атады. Сол асабалардың тағы бір ойыны деп жатады. Енді мен рұқсат болса ортаға жастардан 6 ер азамат ортаға келсеңіздер. Әрине, қошеметпен, көңіл күймен ортаға шақырамыз. Жігіттер келіңіздер. Ал енді жігіттер, ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Сіздер мынау қазақтың әріптерін өздеріңіздің денелеріңізбен келтіруіңіз керек. Ендеше ойынның шарты түсінікті ғой, ендеше сіздерге бірінші берілетін әріп ол Ж деген әріп. Ал ендеше кеттік. Ж деген әріпті келтіріңіздер. Шапалақ соғып отырайық, қошеметтеп отырайық. Ал енді оң қол жақ па қайсы Ж әріпіне ұқсады? Оң қол жақ, сол қол жақ. Мына жақ келіңкіріп тұр, мына жақта. Сол қол жақта бір ұпай. Ду қол шапалақ соғып қойыңыздар. Ж әріпіне ұқсады. Ал келесі әріптерін құрметтеріңізге А әріпін келтірулеріңіз керек. А деген әріп, шапалақ соғып отырайық, қошеметтеп отырайық. А деген әріп, не істеп отырмыз? А деген әріп. Ал құрметті қалдар, қайсы аға шақырадым. Оң қол жақтан тобаға соғып, шапалақ қошеметтіңіз. Ал енді келесі әріп Қ деген әріп. Қ деген әріпті келтіріңіздер. Қ деген әріп. Қазақ деген Қ әріпін қалай келтіреді екен? Шыда теріс Қ болып қалды ғой. Теріс Қ болып қалды. Сіздер теріс Қ болып қалды. Екі жағы да теріс болып жатыр, анау да теріс. Теріс оң Қ жасаңыздар. Шапалақ соғып отырайық. Менің оң қол жақтағы команда бітті. Сол қол жақтағы. Оң қол жақтағы команда Қ-ны келтіре алды ма? Жоқ. Саған жоқ. Тағы бір мүмкіндік берейік. Бұлардыкіндей алфавит қазақта жоқ енді. Теріс Қ болды ғой, теріс. Ал жарайды, ең соңғы әріп, енді бір-ақ рет дейсіздер. Ы деген әріп. Ыбырай дегенге келеді. Ы деген әріп істеңіздер. Міне, жасаған сен. Шапалақ қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ы деген әріп. Мына кісілер әріп. Ай, бәрекелді. Шапалақ қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ы деген әріп. Бағанан бері мынау беріліп жатқан әріптердің бәрі ол жақсы деген керемет сөз. Ендеше бүгінгі қазағымыздың осындай жақсылығында әрқашан той тойлап жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Тамаша Сәке. Рахмет. Көңілді ойын болды. Қонақтарымызда ағынан жарылып, шынайы эмоциялармен керемет күліп отырдыңыздар. Бағасын берейікші Қадырғали аға. Жақсы.
Өте жақсы, маған ұнады. Аха. Асқар аға, енді мәдениеттен ауытқып кеткен жоқпыз ба? Жоқ, өте жақсы. Қайта ғана ойыншылар өздері мәдениетін тауып алып, орын ауысып жатты. Мәдениетке өздері келіп жатты. Тек менде бір үрей пайда болды. Мына латынға өтпей тұрып, мына кириллицамен жасағанымыз жақсы болды. Латынның өзі не болар екен мына әріптер деген ой келді. Рахмет, жақсы. Рахмет сіздерге де. Махаббат ханым, сізге ұнады ма? Ұнады. Енді ары қарай тағы көре жатармыз. Әрине. Алтын ханым, тойларыңызда осындай ойын болған қалар ма едіңіз? Көңілімізге ұнады, ойын жақсы. Мен байқаймын, сіз де жақсы күліп отырдыңыз жаңа. Жақсы. Жақсы деген сөзден бастағаннан кейін енді жақсы болып тұр бәрі де. Көңіл күйімізді көтерген сырымды біз де қошеметпен шығарып салайық. Рахмет сәке. Көңілдірек, көңілдірек. Сонымен сахнадағы көрініс керемет болды. Дегенмен де тойдағы атмосфера басқа, бірақ әділ қазылар өзінің оң бағасын берді. Қалған нәрсені көрермендер өздері көре жатар, бере жатар. Тойда жолығайық, той құтты болсын. Алдымен сюжетке назар аударайық. Мен адамдардың халықтың көңіл-күйін көтергенін жақсы көремін. Далада жүрсем де кез келген қыз болсын, бала болсын, сон көңіл-күйін көтеруге тырысамын. Және де бір рет маған ағам айтты, неғып сен тамада болмайсың деп. Тамада емес, асаба емес, шоумен. Неғып сен шоумен болмайсың деп еді. Осыны көрейік деп барсам, бірінші тойда ұнады, одан кейін кетерді. Ендеше дәл осындай көңіл күймен біз ортаға екінші қатысушымыз. Жасы небәрі 22 жаста, 3 жылдық асабалық тәжірибесі бар Марсален Каматты ұлдарыңызды қарсылайық. Ассалаумағалейкум, құрметті елім деген, жерім деген, отан сүйер, жүрегіңізге патриоттық сезім үрлеген отандастар. Көңілдеріңіз көтеріп, көз қарастарыңызды өзгертіп, ойларыңызды өрітіп, жаңашылдықпен жақсылыққа толы Тамада батыл бағдарламаға қош келдіңіздер. Ендеше, құрметті достар, құрметті қонақтар, мен ортаға сіздердің дөңгел шапалақтарыңызбен өзімнің біріншісі айтқанда мен туған інім, екіншіден ол мен бірге коллегам Крис Блэк ортаға келсеңіз. Сен бір депутат сияқты шықтың ғой бауырым. Ендеше, құрметті Адел ағазы, біз ешқашан тойға бұлай сценарий жазып және де дайындалған емес. Бізде бүкіл нәрсе импровиз. Біз екеуміз де бұрынғы КВНщикпіз, бірақ бұрынғы КВНщиктер болмайды дейді ғой. Иә? Әрине. Бірақ мен бастай берем, иә? Бастай берем. Или сен бастайсың ба? Мен бастаймын. Неге сен бастайсың? Қазақпын ғой мен. Қазақпын ғой дейсің ба? Әрине. Мынаның түріне қарасаңыз қазаққа ұқсай ма өзі? Ал рум не сен? Рум қандай сен? Рум 4 қара. 4 қара? Оның ішінде кім? Оның ішінде қап қара. Тамаша. Жарайсыздар, керемет болды. Жақынырақ тұрайық. Сарапшылар, ұнады ма? Енді сөз саптауларына енді мін тағатындарыңызға мен күмәнім жоқ, Адырғалияға. Енді түсінікті ғой ол. Жалпы енді бұл енді асабалардың бағдарламасы болғандықтан сөзді дұрыс үйренген дұрыс қой деп ойлаймын. Сендерге. Қазақша сөйлеп үйренсеңдер деп ойлаймын да. Түбі жап-жақсы асаба болып кететін шығарсыңдар, кім біліпті енді болашақтарың бар шығар. Енді тойға асаба болмасындар дегенмен андай бір шала қазақтарға бірдеме жүргізуге жарақ боласыңдар деп ойлаймын. Шала қазақтар үшін боласыңдар. Асқар аға, сіз не дейсіз? Жоқ, енді ол жігіттердің жаңа айтып жатқан дүниесі ол енді КВН-ге тән әзілдер ғой. Иә. Оның неше түрлі варианттар бар, оны естіп жүрміз, ол жақсы енді. Ол КВН-ның көрермен үшін жақсы қабылданып жүрген нәрсе. Ол байқағаным жігіттер той басқарып жүрген жоқ, сол тойға кіріп өздерінің өнерлерін жеке көрсетіп жүр. Той басқарып кету үшін әлі де тілді меңгеру керек. Қазақтың бәрі тіл білмейді деген ой қате. Таза қазақтың тойында тіл керек. Қазақ өз тілін өзі қадірлейді, құрметтейді, жақсы біледі, жақсы түсінеді. Енді сендер той басқарғанда залда свет өшіп қалмасын деп Құдайдан тілейік, басқа тілегім жоқ енді бәрі. Рахмет. Махаббат ханым, дәл осындай азаматтар тойыңыздың тізгінін ұстаған қалар ма едіңіз? Бұл кісілерді мен тойға асаба ретінде емес, ортасында антракқа келіп, өздерінің шоуларын көрсетіп кетуге
шақырар едім, ал негізі асаба ретінде келмейді, ренжімесін. Дұрыс. Енді біздің көмекшілеріміз сіздердің көңілдеріңізден шықты ма? Біздің көңілімізге шыққан жоқ. Мынандай прическаменен бізді тамадалық қылып алып барсақ, бізді келген кісілер бірге қосып қуып жібереді. Мына кісілер балаларыңмен өздерің бірге кетіңдер, өздерің той жасаңдар басқа жаққа барып деп. Бұл кісілер енді шоумен ретінде жүрген адамдар ғой. Шоуларын көрсетіп кетсе болады, ал енді тамадаға жарамайды. Енді сіздердің келбеттеріңізге қарап барлығы бір үлкен шоу күтіп отырған сияқты. Енді оның менің де күмәнім жоқ сіздер керемет шоу жасайтындарыңызға. Бірден екінші кезеңге өтейік, бұл бізде өз өнерлерін көрсету. Дайынбыз ғой? Іске сәтмәге. Біздің өлеңімізді тамашалаңыздар, сіздердің бейгі шапалақтарыңызбен. Ассалаумалейкум бауырлар, красавица қарындас братандар, қалай жады біздің крутой ағалар, амансыз біз ұлты құдалар. Той құтты болсын, желаем счастья всем, тойға шақырса дайымым всегда мен, той бітпесін, той көп болсын қазақта, тойланушы қонақ келді красота. Той, 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 бізде бүгін той, 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 бізде бүгін той, той, құтты болсын тойларым, ойнап күліп қойыңдар, құтты болсын тойларым, билеп қойыңдар. Той, 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 той. Бәрі келді. Тамаша. Жігіттердің өнерінде тамашаладық. Асқар аға, сізден бастайықшы. Қандай баға береміз? Бастағанның өзінде қазір мен енді сол бір нәрсе айтуға тосылып отырмын. Өйткені хабарымыз тамада батыл, асабаны пікір айтып, асабаға ой айтсақ болады. Өздері де мойындап айтып отыр, шоумен біз деп. Енді асабалардың көңіліне келер, ойбай, мынау екен деп шоу болатын болса, әйтеуір жаңағы Махаббат ханым айтты ғой, тойдың арасында шақыруға болады деп. Оған жарап тұр. Сондықтан ал енді асаба ретінде сен былайсың деген сөзде мен тосылып тұрмын. Өйткені өзі оған дәл қазір келмейді ғой. Баға беруге де келмейді. Барысың да, жоқсың да деуге де келмейді. Бұлар асаба емес. Біздің хабардың талқыға салатын адамдар да емес. Бұлар шоумен. Бұларды бір асаба қонақ қып, өзінің жеке нөмір ретінде алып келсе, мен түсінер едім. Ал қазір асаба ретінде келіп тұрмаған адамға біз неге баға беріп сөз сөйлейміз? Барсен, жалпы той басқарып жүрсіңдер ғой қазақтың тойда? Мен мысалы мына жаққа келіп қазір бүкіл айтып жүрген тақпақ-пақпақтерін бәрін білем. Негізі ше, оны көбінесе тамадалар жаттап жүрген бәрін білем, бірақ қазір осы бағдарламаға келгеннен кейін кішкене біздің көрермендерде және де теле көрермендер кішкене жақсы көңіл күймен отырсын деген оймен келдік. Жақсы. Тақпағың жақсы екен. Пақпағың ол немене? Тақпақ дедің ғой. Таразда сөйтіп айтады, мен Тараздың баласымын. Таразда тақпақ деп айтпайды. Жалпы қазақта пақ деген сөз жоқ. Бұл енді былайша айтқанда сен сөз түсінбегендіктен ғой. Мына сөз түсінетін адамға бұл мазақ болып естіледі ғой. Жоқ, ешқандай көрдіңіз, мазақ болып естіледі. Сондықтан айтып отырмын ғой, сөзге мән берген дұрыс. Тіпті КВН-ыңа шығасың ба, тағы қай жерге шығасың. Қай жерге шықсаң да, бірақ сөзге мән берген дұрыс. Рахмет, Қадырғали аға. Түсіндік қой бәріміз. Махаббат ханым, өнерлер ұнады ма жігіттердің? Ұнады. Көмекшілерімізден де бір ауыз пікірлеріңіз. Шоумендерімен жүре берсін балалар, шоумен жасап. Басқа менің айтарым жоқ. Шоумен дегенде сіздер түсіндіңіздер ма? Шоумен деген ол жүргізуші ғой, бірақ шоу көрсететін жүргізуші. Сол шоуларымды көрсетіп жүре беріңдер шоумен бол. Мысалға асаба, тамадалар, олар жаттап оны келіп, просто оқып да айта салады. Біз шоумен оның қандай айырмашылығы бар? Шоумен ол біз халыққа қараймыз. Бауырым, атың кім сенің? Крис. Сен қайдан білесің? Асабалардың жаттап кені айтатын сен қайдан білесің? Сен асаба деген сөздің өзін түсінбейсің ғой. Бауырым-ау, балам-ау, сен асаба деген сөздің өзін түсінбейсің. Сен неге біздің елдің атынан сен неге әңгіме айтасың? Аналар жаттайды да сөйлейді деп. Сен білмейсің ғой. Мына отырған ағаң бәленбай жыл той басқарды.
осындағы халық әртістерінің ішінде бәленбай жыл той басқарғандар бар. Солар жаттап алып сахнаға шықты деп саған кім айтады? Сен қайдан білесің? Біздің халықтың тарихын білесің бе сен? Ондай сөзді сахнадан айтуға болмайды. Ондай сөзді айтуға болмайды. Әр сөзіңе көңіл бөліп сөйле балам. Ал енді біз жігіттердің келесі 3-ші кезеңге ойындарына кезек берсек. Ойын көп шығар. Іскесет. Кішігірім ортаға бір 4 адамды шығарсақ, Енді сіздер ортаға шығыңыздар. Тойдың атмосфераны ұстап, тойдағыдай жақсылап билеп, біздің өлеңімізге билесеңіздер жақсы болар еді, бірақ сізді әрине қолдайтын біздің көрермендер шапалақ ұрып жатыр міне. Және де диджей кәнекей өлең қос кеттік. Қайталаңыздар. Бәргені. Шапалақ. Қалай жақсы берегіңіздер. Бірақ нақтан жеңімпазы сіз деп ойлайын, және де менің атынан сізге Марстан 2 комната квартира. Қалжындайым, отырыңыз, рахмет, дуға шапалақпен. Ойынмен көңілімізді бір көтерді, жақсы әндер, жақсы билер болды деген ойдамыз Қадырғали аға. Билер тамаша болды. Билер тамаша болды, ойындар тамаша болды. Осы ойынға келгенде бұлар өздерінің шоумен екенін дәлелдеді. Осы ойынға келген кезде осы барлық көрсетім бергіштегі маған ұнаған ойын болды. Рахмет. Асқар аға. Ол сауық қой жігіттер ғой өзі. Шынымен ойынның сауықтың адамдар екенін дәлелдеді. Мен де алып қосар ешнәрсем жоқ. Сосын жаңағы айтқан пікір. Енді біз асаба ретінде бұларға қазір ешнәрсе айтып, бекер сөз шығын. Махаббат ханым, сізге ұнады ма? Көңілді болған сияқты. Шоуларын дамытып, сөйтіп шоуларын қойып жүре берсін. Енді асабаға бізге келмейді. Біздің қазақтың тойына келмейді. Ренжімесін. Біздің көмекшілеріміз бір ауыз пікірлеріңіз. Енді балаларды біз асабалыққа шақырмаймыз. Сол шоуларын жүргізіп, елді күлдіріп жүре берсін енді. Шоумен болып. Бұл кісілер енді қанша дегенмен біздің қазақ менталитетіне көп келе бермейтін кісілер. Келініміздің бетін бұл кісілерге аштыра алмайтын шығармыз. Рахмет, түсінікті. Міне Марселен мен Крис бізге тамаша шоу көрсетті. Ендеше біз де дәл сондай көңіл күймен шоу көрсетіп шығарып салайық. Құрметтеріңіз, қошеметтеріңіз, рахмет Мәке, Крис. Керемет болды шоу, бәріне ұнады, бірақ кішкене бізге той иелерінің кішкене жауаптары ұнамады. Және де бағана бәрі отқандары, көрермендер, алхамдулилла жақсылап бізге шапалақ ұрып, оларға бәрі ұнап тұрды. Және де отырған той иелері, бірақ мен үшін әділ қазылар, оларға да ұнады. Марселен бізде сынға қалды. Ал енді соңғы 3-ші асабамыз кім болды екен? Экранға назар аударайық. Менің өз жамбасыма жалпы әзілмен жүргізген. Өйткені өзім әзілде жүрмін. Әзілдің ортасында жүргенмен әзілдесіп, ойынмен жүргізген жақсы көремін. Жалпы көңілдендіріп, халықты көңілге салған жақсы көремін. Ендеше қарсы алыңыздар, өте көңілді асаба. Актер, Шығыс Қазақстанның тумасы Ерік Тоқтаубай. Ассаламағалейкум.
Ағам қасиетті қара топырағынан құт кетпеген, белдеуіңнен ат кетпеген, баурайыңда бақ көктеген, сыйласуды сүндеттеген, бірін бірі құрметтеген, ұлы мен ұлықта, қызы мен қылықты болған Алаштың даласында, Алматының қаласында, бүгінгі мінекей тамада батылдың кешіне қош келдіңіздер, бір қошемет ұрып барпастар. Ұлыңды піскен жемісте жетерсің сен де жеңіске. Адам ата Хауанамен жұптасқанда некесін қиған екі періште. Сіз де солай жасарсыз, шығармас ешкім теріске. Бастайын хабар қиырдан, ешкімнен қорқып тыйылман. Расулы пайғамбар Хадишаны алғанда некесін қисын деп Алла тағала бұйырған. Сондықтан да неке қиылған. Некені қиып, ағайынды жиып, Махаббат ханым, сіз де той жасарсыз. Алла соған жеткісін. Орныңыздан бір тұрып қойыңызшы. Қол соғып қошемет ұрып қойыңызшы, қадірменді. Қош келдіңіз. Келген қадамыңызға гүл бітсін. Енді мықтылардың мықтысын таңдайсыз деп ойлаймын. Жалпы біз қазақ халқы, жалпы қазіргі жаңа қазақтарды айтып отырмын. Абырой деген дүниеге көп жақын екенбіз. Бір ағамыз той жасап тәпке, абырой болсын деп. Не керек енді? Кит алу керек, құдалық жасау керек, көп дүние жасау керек қой. Сөйтіп не керек? Абырой болсын деп құдалыққа киттің ең мықтыларын, ең жаңағы қымбаттарын ала берген екен. Абырой болсын деп ең қымбат ресторанды алыпты. Абырой болсын деп 1000 адамды жасап, той өткізгеннен кейін бір аптадан кейін ағамыз банкрот болып қапты. Содан не керек дейді? Үйінде жатып қарны ашса болу керек. Әйелін айтты: "Ай жаным, бірдеме қуырып жібересің ба? Қарным ашып кетті" десе, әйелі көгеріп кеткен дейді, кухнядан шығып кіріп тұр дейді. "Атаңа нәлет, абырой қуырып берейін бе, үстіне өкініш сеуіп" деп айтады. Әзілден ешілеп, күлкіден күшілеп отырыңыздар, қадірменді ағайын. Тамаша. Рахмет Ереке. Жарайсыз. Өте көңілді амандасы болған сияқты. Қадырғали аға. Өте тамаша болды. Осы бүгінгі хабардағы мен бірінші рет қабағым ашылып, өз-өзіме кеп, есім жинап отырғам жаңағы. Балаларда есім жинап, өзі Ерік шығып еді. Жаңа бізден тер шығайын деді Ерікпен бірге. Өте жақсы ғой. Өте тамаша, ешкімге ұқсамайтын, әптен тойды меңгергені көрініп тұр. Жан жақты десе де болады енді. Ана шығуының өзі қызық шықты, елден ерекше шықты жайға. Арасында айғайлап бәріміз бір қоқысы барды дегендей. Сол тұрғын алған кезде жан жағынан өте адамды тарып тұрады. Маған сол ұнады. Асқар аға, расымен де бір шоумендерден де асып түскен сияқты. Ахо, осы еді ғой күткенім баяғыдан деген. Рахмет. Махаббат ханым, сізге ұнады ма? Әрине ұнады. Өйткені басынан шыққаннан бәрін орнықты. Тамада осындай болу керек деп ойлаймын. Рахмет. Тойды жүргізетін. Рахмет. Енді біздің көмекшілеріміз Алтын мен Лаура ханым, сіздер не дейсіздер? Шыққанының өзі бір керемет қой, жарқ етіп, елді бізді жалт еткізіп қаратып, сөйлеген сөзі қандай, өте қатты ұнады. Жарайсың балым. Рахмет. Лаура. Ал бұл кісінің енді сөз саптауы бәрі ұнады, жақсы. Асаба сөз жаттап емес, саптағаны. Иә. Керек қой, негізінде. Дұрыс. Өте ұнады. Рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Енді бірден дәл осындай көңіл күймен екінші кезеңге өтсе керек. Өз өнеріңді көрсету. Мархабат. Рахмет. Ендеше, рұқсат болса, қадірмен ардақтағайын. Енді жалпы біз сүйінші деген дүниені, сүйінші десек, қазақ халқы бір жақсылық келе жатқанды жақсы көреміз, иә? Сүйінші деп үйге кіріп, сүйінші сұраймыз. Енді той болса, біз не сұраймыз? Не айтып келеміз? Жар айтып келеміз. Дұрыс қой ағайын, иә? Ендеше қадірмен ардақтағайындар. Бәріміз бастайықшы. Біз қуаныш, ырыс, береке келген кезде жар-жарды айтамыз, қадірменді ағайын. Ендеше барлығымыз қосылып, сіздер жар деген жеріне сіздер қосылыңыздар, мен кәдімгі басым бастап берейін. Кестік қой? Кестік. Осы өмірге ылайық, отты жағып, жар, келедені 2 жас, топты жарып, жар. Біз не істейміз, қымбатты ағайын? Бастаймыз. Менің проблемам, оның проблемасы. Ақша табу, миын шағу, рахат! Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сұлулықтың ішінде сен жоқсың араймын. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені... Андрюшка, привет! О, привет, Айгуль!
Знаешь, Айгүл, мен байға тидім. Мен сондай бақыттымын, Айгүл. Ойбай, бақыттымын дейсің. Бақытты болатында осыған. Не айтты? Ол маған. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно, днем или ночью. Это нравится мне. Деді. Жаным, қайда жүрсің? Уақыт болды ғой. Ой, күнім, қайда жүрген несі? Подружка. Меня познакомься. Ой, жаным, негізі сен келген жақсы болды. Но менің подругам. Айгуля. Ерік. Взаимно. Ну ладно, подружка, я не буду мешала. Пока. Еще увидимся. Жаным, құс болып ұшып жоғалсам, не дер едің? Сен іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем, не дер едің? Қоя тұршы. Мен айтайыншы, мен айтайын. Үйге келмей жоғалсам, не дер едің? Төркініме сразу кетер едім. Басқа қызға көз салсам, не дер едің? Сөйтіп көрші, мен сені өлтіремін. Ал үйге қонақ келіп қалса, не дер едің? Теріс қарап, жатып ап, жөтелемін. Ал үйде ақша болмай қалса, не дер едің? Асырайды сенің әке шешелерің. Трубканы алмай қойсам, не дер едің? Мен саған звондаймын деп кім айтты, ақымақ. Ал ата енемді жақсы көрсем, не дер едің? Онда сені жаным төбеме көтеремін. Әке шешем қартайса, не дер едің? Бақсын да бауырларымен көкелерім. Күнде арақ ішіп жүрсе, не дер едің? Мен тұрғанда андағың бекер енді. Не ғой анау? Болды, жетер енді. На рассвете вперед уходит рота солдат. Уходит, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат. Привет. Привет. Как дела? Нормально, как сам. Хорошо. Вот и я пришел. 2 года как 2 дня прилетели. Это кто? Просто друг. Досы? Қаяқтағы досы? Мен оның байымын. Сен кімсің? Бая? Қайдағы бая? Мен бұны жігітімін ғой. Жігіті? Миыңды шашып жіберем, ұқтың ба? Қабақ. Сіріңкені шие. Жекпе-жек. Жекпе-жек болса жекпе-жек. Қара жорға болмаса, біреудің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Алған екі жолдастар, біреуін ішіп той бастар. Той дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Достар, жүрсің қайда? Бірге ғой жанымыз. Еске аласа осындайда, келші қайықпаймыз. Жаным. Ау? Табиғат сені неткен керемет қып жаратқан. Қойшы. Сенің көздеріңнен бар ғой, мөлдіреген көл көріп тұрмын. Жарқырап шыққан күн көріп тұрмын. Норман, қарағай. Ой, жаным, мұрныма емес, көзіме қарамайсың ба? Біздің жігіттер, міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Жан досым, үстем болсын дейін.
екеумізге бір болу керек. Көнсең қолынан, көнбесең жолынан. Қысқасы, мен сені алып қашам. Жоқ жаным, олай болмайды. Менің балам бар. Балам? Баламды асырайын. Жоқ жаным, менің күйеуім бар. Күйеуі? Күйеуіңді де бірге асырайын. Жоқ жаным, білесің, мен түсінбейсің сен. Менің басымда 2 кредит бар. Кредит? Жоқ алаяр. Бәрібір бір-біріңді табасыңдар. Балаларыңды бірігіп бағасыңдар. Басында кредиті бар екен. Екеуің бірдеме қып жабасыңдар. Тосса да табаным, бақытымды табамын. Подружка! Подружка! Міне достар, бақыт деген ақымақтың да, ақылдының да басына бірдей қонады. Ал бақытты болу тек қана өзіміздің қолымызда. Қадірмен ардақты ағайындар, бұндай сұмдықтар біздің қазақтың жанұяларында болмаса екендігін үлкен ниетпен музыкалық қойылымда сіздер үшін арнайы керемет әзіл-сықақ театры қойып берді. Көп рахмет! Рахмет, қошеметтеріңіз. Менің ойымша керемет болған сияқты. Асқар аға. Кереметтікі керемет. Рахмет. Қадырғали аға, енді кәсіби тұрғыда актерлық шеберліктеріне бір баға берсеңіз. Актерлық шеберліктері онсыз да белгілі ғой. Мен ана асаба жөнінде айтайын деп отырмын да. Жалпы келесі келетін асабаларға ескертсе болар еді. Мына өнерін көрсеткен кезде осы ерік сияқты көрсетсе, қолынан не келеді мысалы? Әлгі бір дайын әншілер шақырып, соларға ән айтқызып, болмаса бір дайын әртістер шақырып, басқа біреулер шақырып, соларға өнер көрсеткенше осы ерік сияқты өзі қоса ойнаса, болмаса қоса өлең айтса, осы как актер сияқты ойнаса мысалы болады ғой. Сол жағынан басқа болашақта келетін асабаларға осы ерік үлгі ғой деп ойлаймын мен. Бағанадан бері енді Ерекенің бұл таспаға жазылған, қойылған көрініс деп жатамыз. Импровизациялық бір аяқ астынан бір сұрақ, жауап сияқты ретінде бір тапсырма беріп көрейікші Ерекеңе. Сондай бір жағдайдан шыға ала ма екен? Асеке. Асқар аға. Ойпырмай. Оған не айтамыз? Ол актерлар ғой енді. Керемет театр деген бүкіл Қазақстанға белгілі театр. Рахмет. Бұларға кез келген тығырықтан шығып кететін амалдар табылады деп ойлаймын. О жағына сенімдіміз. Енді не болып қалуы мүмкін? Тойда не жағдай болуы мүмкін? Құлай неше түрлісі болады ғой. Шынымен мына жігітті қыз екен деп біреуге жабысып машинаға салып алып қашайын десе не істер еді? Расымен осы біреу тойда біреу келіп жабысып алып қашам деп бастай берейін ба? Бастай бер. Ренжімеңіз, тамадасың ба? Тамадамын. Я, айтсайын, қонақтарың айналайын деп, жүнді бар, еркек қой анау, еркек қой. Жүнді бар, ешкенеге сөйтіп ше беру керек пен айналайын деп, той деп, я, еркек, телефон бере алмаймын оған, айтсайын. Шешінейін ба? Тұра деп. Аға, қойыншы айналайын деп. Еркек. Просто жасылсың деп, елмес, еркек деймін, еркек ол, еркек. Ерік сендірді ма? Сендірді. Бұлар айтып отыр ма? Бұлар бір-бірін әбден үйренген театр. Бұларға ондай сын айтып деген бекер болады. Өздері түгел ойнап кетті. Бәрі ойнайды ғой? Бәрі ойнайды. Рахмет. Махаббат ханым, сіз не дейсіз? Маған өте ұнады. Осындай қойылымдармен тойдың көркін көрсетіп, бір номерларын осындай көрсете берсін. Рахмет. Барлық жағынан ұнады. Керемет. Рахмет. Көмекшілерімізден де әпкелеріміз, тойларыңызда осындай көрініс болғанын қалар ма едіңіздер? Қалаймыз. Елдердің көңілін көрсетіп, жақсы осындай нелер көрсете берсе деп ойлаймыз. Тамада бала, рахмет саған. Осындай өнерің алға бассын. Тамадалық жағыңнан өте 5 дегенмен баға қоямын. Тамаша. Бұл бізде екінші кезең болған, бірден үшінші кезеңге кезек берейік, халықты ойынға шақыруымыз керек. Бар ғой, Ереке? Әрине бар. Тамаша,
ендеше ойын деп жатырмыз. Рұқсат болса, маған осы залдан бір екі азамат болса, аузын ашса, ар жағында жүре көрің. Ой, қосып қошеметтеп қояқшы осындай азаматтарға. Тамаша. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Қуаныш. Әзімбек. Қуаныш пен Әзімбекке артық болмас, қосып қошеметтеп қойыңыздар. Енді Қуаныш, жалпы өзің өмірде былай актер болғың келе ме? Сахнаға шығып өнер көрсеткің келеді. Бүгін қазір актер боламыз. Сізде барлығымыз. Келістік қой. Дайын болса, қадірменді ағайындар қол соғып қошеметтеп демеу білдіріп отырыңыздар, бәрекелді. Біз қазақпыз ғой, біз өзі домбыра ұстап, алдымызда ет жеген қазақпыз, қымыз ішкен қазақпыз, баталатын қазақпыз. Сондықтан да сізге домбыраны ойнаушы, домбыраның рөлін бергім келіп отыр. Келістік қой. Сондықтан қолыңызда домбыра бар деп есептеңіз. Анда кішкене гитараға ұқсап кет. Домбыра қылайық, Домбыра соған қазақтың аяғы әрдайымда алдында тұрады. Бәрекелді. Ұстаңыз. Домбыраңыз істеп тұр ма екен, тексеріп алайық. Құлағы дұрыс па? Шертіп көрмейсіз бе? Дауыс шықпай жатыр ғой. Келмей жатыр да? Сөйлемеңіз, домбыраның дауысын шығарыңыз ба. Қосап қошеметтеп қойыңыз. Рахмет! Енді мына сіздің бет келбетіңізге, рең бетіңізге қарап отырсақ, бір жалпы бір фортепиано, пианинода ойнайтын жігіттерге ұқсамайсыз. Бірақ ойнауымыз керек. Келістік қой. Алдыңызда фортепиано бар деп есептеңіз. Біледі екен. Қақпақ болуын ашсаңызшы. Бір аудидің қақпағын ұстаңыз. Оның педалі болады, мәшіненің педалі секілді. Ұстап алыңыз, дайын болыңыз. Бәрекелді, дайынбыз ғой. Домбыраңызға ие болыңыз. Қадірменді ардақты ағайын көрермен, сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін музыкальный, инструментальная группа Муси және Пуси. Біздің концертімізге келген қонақтар да есептеңіз. Дайын болсақ, бүгінгі музыкалық көрініс алдарыңызда өнер көрсететін керемет күйшілеріміз. Оның жері жоры мен, ері красавчик, қол соғып қошемет болыңыз. Басра! Осыған дейін біраз ойындар көріп жүрміз ғой, бірақ та бұл менің бірінші рет көруім керемет екен, тәнті болып жатыр. Көтермеңіздер бастарыңызды. Халыққа қарайтын бет жоқ. Егер біз ұнаса қана қошемет ұрыңыздар, ұнамасақ осы үйге кете береміз. Сендерінде өмірлерің осы қосылған әуен секілді болсын. Мәнді де сәнді қойдың ең биігінде ғана көре берейік. Көп рахмет! Тамаша, Береке, керемет ойын болды. Көңілімізді бір көтердің. Қадырғали аға, сізден бастайықшы. Бағанадан бері пікірлеріңізді естіп, енді бір жаңа жақсы күліп отырдыңыз. Қабағыңыз ашылды. Ашылды. Енді күлетіндей ақ бар ғой. Өте тамаша ойын. Тіпті анау пианист бала содан актер шыға ма деп ойлаймын. Қатты берді. Махаббат ханым, сізге асаба табылдау деймін. Иә, мен де солай ойлаймын. Тамаша, Асқар аға,
Енді жаңа Ерік өзі ғана емес, актерларды да жақсы таңдап алған сияқты. Жақсы. Ол кез келген тойға келген адамда бұған өзі еліп кететін, ана музыканың өзі де солай ғой. Мен дирижерға риза болдым. Ана Самат Мәлімбай деген дирижер досымыз бар. Бүкіл қазақ оның арт жағын ғана біледі, түрін білмейді. Дирижер досымыз дейміз. Дирижерді өмір жүріп бетін көрмейді, артын ғана көреді. Сол арты популярный досымыз бар деп жүретінбіз. Бұл жақсы дирижер екен, бетін де көресің, өзін де көресің. Бірақ Нұрғиса ағамыздар құлағымен жұдырықпен дирижер болады. Сондай нәрселер қосып алсаң, ол кісінің құлағы да дірілдейді, содан кейін жұдырықпен де дирижер болатын. Жалпы жақсы. Рахмет. Мен бір байқағанымша Ерік адайып амандасуынан бастап сіздер мақтап келе жатсыздар. Осы тұлпарға шаппай жатып бәйге беріп қойған жоқпыз бос. Жоқ, енді мақтауға тұратын адам мақтайсың да. Айтпа сен несіне мақтайсың? О, жақсы жігіт емес онда. Аса ұнамайды отырған тұрсын. Махаббат ханым, сіздің пікіріңіз? Маған енді асаба ретінде өте ұнады. Енді көре жатамыз алдымызда келе жатқан тойымызға. Махаббатқа сөз үйретіп қою керек. Ұнамады деп айтты. Көмекшілеріңіз? Бұл кісінің енді өнер адам екені көрініп тұр жан-жақтыдан. Өте қатты ұнады. Жаңағы қойған қойылымдарының өзі өте мәдениетті. Өте жақсы. Қошеметтеріңіз, рахмет Ереке. Көңілімізді көтергеніңіз үшін, жақсы өнеріңізді сыйлағаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Қошеметпен шығарып салайық. Ерік Тоқтабаев. 100% ашылдым деп айта алмаймын, бірақ бәрібір де өзі бір төңде бірден жетіспей тұрған секілді болады. Сондай дүниелер болды. Бірақ сахнадан, халықтан, жюрилердан жақсы бір әсер алдым. Міне үш асабамыздың да өнерін байқадық. Енді қадірлі сарапшыларымыз бір ауыз қысқаша пікірлеріңізді білдірсеңіздер, одан кейін Махаббат ханым көмекшілеріңізбен ақылдасып бізге қорытынды жауабын беретін боласыз. Онда айтайық. Енді осы өзіңіз көрген Махаббат ханым үш асабаның ішінде маған екеуі ұнады. Біреуі не екенін осы да түсініп отырған шығарсыз енді. Басындағы сырым маған өте жақсы ұнады. Өйткені мәдениетті екен өзі. Мен бұл кісі ашыла алмады деп отыр. Дегенмен мен өзім ойлаймын, ол үлкен тойда ашылып кететін асаба ғой деп ойлаймын. Еріктің енді талай тойды көргені көрініп тұр, талай тойды басқарғаны көрініп тұр. Сондықтан да енді мен сізге мысалы айтар едім, сырымды таңдап көрсеңіз болады деп ойлаймын өз басым. Бірақ енді таңдап өз еркіңізде ғой. Иә. Асқар аға. Иә, Қадырғалиға қосыламын, жағы ортасындағы біреу мүлдем талқылауға келмейтін дүние. Бүгінгі шоудың. Енді алғашқы сырым жақсы, тек ашыла алмай қысылып тұр. Мына жердің барлық асабаның осында келгендегі айтатын сылтауы сол. Мына экранның атмосферасы бөлек, бұнда отырған бөлек деп. Бірақ оған да дайын болып келіп жатыр ғой, мінекей жаңағы ең соңғы ерігімізге ол тойдың атмосферасы ма, сахнанікі ма, бәрі меңгерген бала екенін көріп тұр. Сондықтан кейде сылтауды да айтып, ондай сылтауды айтып керек жоқ ау деген ойға қаламыз. Енді Махаббат ханым өз таңдап жатар, мүмкін біз екеміз, Қадырғали екеміз ұнамай отырған жақ қарабалдар таңдабаса да өз еркенді. Әрине, Махаббат ханым, ең бастысы ағалардың пікірлерін тыңдадыңыздар, енді көмекшілеріңізбен ақылдасып алыңыз. Бірінші тамада қалай болды? Жақсы. Қошеметтеріңіз. Міне ортамызға Махаббат ханым оралды. Енді өзіңіздің пікіріңіз бен шешіміңіздің тыңдайық. Мен енді сол шыққан үш асаба жайында айтып кетейін. Бірінші асабамыз сырымның өнері ұнады. Әсіресе өлеңі айтқан, өзін өзі халыққа таныстырғаны бәрі маған ұнады. Енді Марселинді айтатын болсақ, оларды тек қана тойдың ортасында, антракт кезінде шақырып, халықты бір билетіп, ойнатып, өздерінің энергетикасын көрсетіп кеткенге болады деп ойлаймын, пікірім солай. Ал Ерікке келсек, енді Еріктің ол актерлік өнері барлық жағынан да ұнады. Сондықтан таңдауым Ерікке. Ерік. Сонымен бүгінгі той иесінің таңдауы Ерік Тоқтабаев. Қарсы алайық.
көңілдірек достар. Ереке жарайсың. Көп рахмет. Құтты болсын. Енді бұл жерде Еріктің атқарар міндеті бар. Ереке, Махаббат ханымның әулетіндегі тойды тегін әрі 100% жоғары деңгейде өткізуге уәде бересің бе? Алла қаласа, уәде беремін. Сол үшін сахнаға шықтым. Сол үшін осындағы отырған көрермен ағаларым мені таңдады. Мен дайынмын, Махаббат. Тамаша. Біздің тараптан Ерікке Евразия бірінші арнасының ең үздік асабасы деген сый-сияпатымызды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Қадірлі көрермен, қазақ елінің төрінде қуаныш көп болсын, бүгінгідей той көп болсын деп тілейміз. Бұл Тамада батл. Той қуаныш сізден, асаба бізден. Аман болайық. Евразия бірінші арнасына Тамада батл бағдарламасы мың рахмет. Мен енді өз жеңісіме шыны керек толықтай сендім. Әділ қазыларға, көрермендерге мың рахмет.